Пальтоның алдыңғы бойына, лекаладағы алдыңғы бойдағы қалтаның орнын тесіп алып, соны бормен бастырамыз. Және қалтадан да дәл солай қалтаның тесігін тесіп аламыз. Және осы қалта тігілетін жерге қалтаның теріс жағына, яғни дәл видеодағыдай көрініп тұрғандай дублерин жабыстырып аламыз. Әдем болып тұру үшін, қатты болып. Және дәл осы екі сызып алған қалтаның ойындысын бір-біріне біріктіреміз. Екі мата оң жағымен бір-біріне қарай бекітуі керек. Машинкамен дәл осы сызып алған жерді тігіп шығамыз. Қалтаны тіккен кезде аккуратно дәл сызықтың үстімен тігу керек. Және бұрыш-бұрышын әдемілеп закрепка беріп тігіп алу керек. Қалтаның сызығын тігіп алған соң, дәл ортасын лекалада үзік сызықпен көрсеткендей етіп, қайтып бормен сызып аламыз матаға. Және сол жерді әдемілеп қиямыз. Қиған кезде ескеретін жайт, осылай жаңағы ұзын қылып ортасын қиғаннан кейін екі жан үшбұрыштап қиған кезде бұрышына дейін қайшының несі бару керек, дәл бұрышына жету керек, төрт бұрышын әдемілеп шығару керек. Өйткені қалтаның төрт бұрышты болып бұрышы шықпай қалады, егер де бұрышқа дейін қимасаңыздар. Тігіп, қалтамызды аударып алған соң, әдемілеп төрт бұрышты жерін өтектеп аламыз. Және видеодағыдай қылып өтектеп, екіге бүктейміз үстіңгі жағын. Ровно қылып екіге бүктейміз. Сол кезде қалтадан тілшесі шығады, ары қарай жарты сантиметр болып тілшесі шығып тұрады. Келесі жағын астыңғы жағынан бүктейміз үстіге қарай. Екі жанынан да тілшесі шығып тұру үшін. Енді осы жерді инемен қадап алдық. Сол жерді 0,1 строчка беріп тігіп шығамыз. Және қалтаның клапанының бір жағын дублерин деп алдым. Сол бетін қалтаның тесігіне тағы да ровно болып шығу үшін, қалтаға симай қалмай, артық болып шығып кетпес үшін осылай мен белгілеп алдым. Және дәл сол жерінен тігіп шықтым. Тігіп артығын қиып тастап, және дөңгелек жерлеріне насечка беріп жүру керек, әдемі болып өтектелу үшін, тартылмай тұру үшін. Оны қаратып айналдырып, өтектеп алып, қалтаның астына тігетін боламыз. Қалтаның дәл үстіңгі жағынан клапанын осылай бір строчкамен тігіп шығамыз, видеодағыдай. Әдемі рабочий қалтамыз шықты. Енді қалтаның астыңғы бөлігін жабу қалды. Ол үшін астыңғы бөлігін екі бүктеп көтереміз жоғарыға қарай. Және дәл осылай жан-жағын тігіп шығамыз. Инемен қадап алдық. Және осы үш бөлігін тігіп шығамыз. Әдемі үлкен қалтамыз дайын болады сол кезде.